Қазақ эстрадасында Капкарашка атымен танылған Нұржан Керменбаев Арнау тобының отымен кіріп, күлімен шығып келеді. Топтағы арулар 10 жылда 2 рет ауысса, қазіргі солисті Салтанат Бақаева әншілігімен актрисалығын қатар алып жүрген алғыр қыз. Ал бүгінде Нұржан мен Салтанат жеке әндер жаздырып, бейнебаяндар түсіре бастағаны белгілі. Сонда Арнау тобы қайда? Үнсіз тарап кетті ме? Әлде? Дауылында бір тыныштық деп айтсақ болады негізінде, өйткені Арнау әлде жұмысын тоқтатқан емес, тоқтатпайды да, бұйырса Алла қаласа жаңа әндерімізбен қуантамыз деген ойдамыз, жаңа туындыларымызбен, жаңа бейнебаяндарымызбен. Соған бір дайындық үстіндеміз. Жылдың басында жақсы жаңалықтар күтіңіздер, 2018-дің басында. Дау алдындағы тыныштық дейді. Алайда топтың үнсіздігі шығармашылыққа да аса қатысты емес көрінеді. Себебі Арнау тобының аруы Салтанат Бақаева 3-ші сәбиін күтіп жүр. Топтың шығармашылығы сол үшін де тоқтап тұр деп түсіндірді Нұржан Керменбаевтың өзі. Ешкімге жасырын емес шығар, Салтанат үшін айта берсем болатын шығар деп ойлаймын. Салтанат қарындасымыз, әріптесіміз, ол кісі жүкті қазір. Жүкті болғандықтан осы жақын арада босанғандықтан біз былай айтқанда қазір бейнебаян түсіре алмай отырмыз. Дегенмен Салтанат декреттік демалыста екен деп, олар бос қарап отырған жоқ. Жүкті келіншекпін деп үйде отырған Салтанат емес. Арнау тобы жеке бас қосып, Нұржан мен Салтанат жаңа әндерде жаздырып жүр. Көп замай сүйікті тыңдармандарын қуантуға уәде берді. Ән дайындалып жатыр. Ән жақын арада дайын болып қалады. Кішігірім ғана бір нюанстар қалды. Жаңа туындымыз бейнебаян түсіретін. Сол әніміз қалай дайын болады, бейнебаян түсіреміз, және де халыққа паш етіп тарту етеміз, туындымыз шығарамыз. Сол кезде халық өзінің бағасын бере жатар. Арнау өзінің жалпы жұмысын жалғастыруда. Міне жаңа жылда жақындап келеді. Нұржан Керменбаев жаңа жылды қалай атап өтеді? Әнші Аяз Атаға сенді ме? Бұл туралы қызықтарын Нұржанның өзі әңгімелеп берді. Алайда аса қатты күтпесе керек. Жаңа жыл туралы әңгімені де қысқа қайырды. Аяз Ата күтіп, ондай мен бала кезімде болды, өтірік айтпаймын, салют атуы бар, басқасы бар, несі бар, шыршаны айналуы бар. Бірақ қазіргі таңдағы Нұржан, мүлде ондай бір жаңа жылды бір ондай қылып күтіп, деп дастархан жайылады, үйде ет асылады, ет жейміз отбасымызбен. Енді ол анамның қалауы, ағайын туысқан бауырларымның қалауы болғандықтан мен ол праздникке мүлдем бір деп бір жаңалық ашпаймын да. Айта кетейік, Нұржан Керменбаев әнші ғана емес, продюсерлікті де қолға алған болатын. Ол бұған дейін Аккорд Достар атты топтардың продюсері болып, Шухан Уәлихан есімді азаматты да өнерге дайындаған. Әнші продюсер болу үшін ең бастысы әділ, адал болу керек деп есептейді. Музон арнасы Арнау тобы мен Керменбаевтың шығармашылығына сәттіліктер тілейді. Заттыбек Көпбосынұлы 10 жыл күткен қызын бейнебаянға түсірді. Әкесіне жақын дейді қыздарды, ал сен маған жақыннан да жақынсың. Кезінде Ақмаржан деп әндеткен Заттыбек Көпбосынұлының қызына деген жүрек жарды лебізі осындай. Әнші тұла бойы тұңғышына деген махаббатын әнмен жеткізіп, қызын бейнебаянға түсірді. Заттыбек Көпбосынұлы қызы Айзерені 10 жыл күтті. Ол осы уақыт аралығында жарына демеу болып, жаратушыдан үміт үзбеді. Көп күткен қызын Заттыбек ұлы Абайдың әжесі Зеренің құрметіне атады. Күні кеше ғана Заттыбек қызды болдым деп елден сүйінші сұраған еді. Міне 5 жылда өте шығыпты. 2012 жылы дүниеге іңгәлап келген сәби қылықты да сүйкімді қыз болып шыға келді. Тіпті әкесінің өзіне арнаған бейнебаянына түсіп, халық алдына жарқ етіп шыға келді. Бүгінде балалары әке-шеше жолымен өнер жолына келіп жатқан әртістер көп. Заттыбектің қызы Айзере де әнші болар ма екен, кім білсін.